Армысың қазақ елі, баршаңызға қайырлы күн. Егерде сіз бұл видеоны көріп отырсаңыз, сіз бақытты жансыз. Себебі сіз Ақнұрдың репортаждарын көруге мүмкіндік алдыңыз. Армысың қазақ елі, адам қанша жыл өмір сүрсе де, қандай іспен айналысса да, өміріндегі ең қызықты сәттер мектепте екені анық. Армысың қазақ елі, бүгінгі жаһандану үрдісі жүріп жатқан жағдайда ұлттық мүдде, ұлттық тәрбие, ұлттың рухын сақтап қалу басты міндеттеріміздің бірі. Журналист дегенде ең алдымен теледидардағы тілші, газет беттеріндегі мақалалар, радиодағы дауыстар бірден еске түсуі мүмкін. Армысың қазақ елі, мен жас тілші Бағдат Ақнұр, мультимедиа журналистің бір күні атты репортажымызды бастаймыз. She's fine, it's my mind that's wrong, and I just let bad thoughts linger for far too long. What if she's fine, it's my mind that's wrong, and I just let bad thoughts linger for far too long. Don't you give me up. Жылда біз мектепте Өте білімді де, ақылды. дайындығы өте жоғары, мұғалімдері Асхананың тамағы басқа асхана. 8-ден кешкі 6-ға дейін. Ренжігенде, қонғанда қандай мақал мәтел қолданасыз? Өте маңызды зор. Мысалы, еңбектің наны да. Өмірде мақал мәтелдерді жиі қолданамын. Бір мысал келтірейін. Өмірлік сынның ретінде пайдаланасыз. Қолданамын, себебі ата-анам Мен негізі күнделікті өмірде мақал Білім ошағында 120-ға жуық ұстаз, 1200-ден астам оқушы, 100 шамасында кабинет бар. Мектеп оқушыларына барлық жағдай жасалған. Асхана, спортзал, кітапхана, гардероб, балабақша, керек-тесерес бассейн де бар. Мектеп бітіруші түлектердің де ұбт-ға деген дайындығы жоғары. Грантқа түсеміз деген сенім әрбір 11-ші сынып оқушысының асқақ арманы мен алға қойған мақсаты. 11-ші сынып оқушыларының дайындығы. Мінекей сіз Ақнұрдың қызықты да әрі мәліметке толы репортажын көрдіңіз. Сіздермен бірге болған жас тілші Бағдат Ақнұр, сау саламатта болайық.